Туған жер айналдым сенен, бауларың, тауларың менен. Бабаларым аңсаған мекен, туған жерім айналдым сенің қасиетіңнен. Туған жерім, бабаларым аңсаған мекен, туған жерім айналдым сенің қасиетіңнен. Туған жерім. Туған жер тағдырым, бұл сөз мен үшін ерекше мәнге ие. Менің туған жерім Қазақстан, жүрегі мен жанына айналған әсем қала Алматы. Алматы асқар таулар мен жасыл бақтардың мекені. Іле Алатауының етегінде орналасқан бұл қала табиғаттың бар сұлулығын бойына жинағандай. Ақ бас шыңдар, мөлдір бұлақтар, самал жел мен алма ағаштарының иесі. Алматының қайталанбас келбеті. Бұл өлке терең тарихтың куәсі. Алматы маңы ежелгі өркениеттердің ізі қалған қасиетті мекен. Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан бұл аймақ талай мәдениеттердің тоғысқан жері болды. Қазақстан тарихындағы талай маңызды оқиғалар осы өңірмен тығыз байланысты. Алматы мәдениет пен білімнің ордасы. Театрлар мен мұражайлар, кітапханалар мен өнер ошақтары ұлт руханиятының айнасы. Мұнда қазақтың салт дәстүрі мен заманауи өмір салты үйлесім тапқан. Бұл өлкеде киелі орындар да аз емес. Медеу, Шымбұлақ, Көктөбе сынды жерлер тек демалыс мекені ғана емес, рухты көтеретін қасиетті орындар іспетті. Алматы табиғатымен де, тарихымен де, мәдениетімен де адамға күш пен шабыт сыйлайтын қала. Мен үшін туған жер өткенімнің ізі, бүгінімнің тірегі, болашағыма бағыт беретін тағдыр. Алматы менің мақтанышым, менің жүрегімде мәңгі сақталатын қасиетті мекен.